Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Тікелей арнада жаңалықтар. Сіздермен бірге болатын мен Аяулым Мехқалиқызы. Бүгінгі жаңалықтарда көретіндеріңіз. Нөмір 213 орта мектебінде біртұтас тәрбие жобасы аясында шебер ұстаз өнердің шамшырағы жобасын өткізуді дәстүрге айналдырдық. Ал ендеше бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Айдаров Әлқожа мырза. Келдіңіз, бүгінгі сұхбатымызға уақыт бөлгеніңізге қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз, қош көрдік. Өнердің алтын қазығы дегенде, осы уақытқа дейін сіздің өнеріңіз жайлы қай жерден қалай шабыт алатыныңыз жайлы тереңірек білсек деп едік. Ал енді осы сәтте қолөнерге деген қызығушылықты қашан, қалай бастадыңыз? Бұл қолөнерге деген шеберлігіміз кішкентай кезімізден басталды. Әкемнің қолынан шамалы сурет салу келеді. Мен оны жалғастырып, мектеп қабырғасында жүргенде суреттер салдым, жақсы. Одан сол бітіргесін осы сурет жағынан оқуға бардым. Алматыда Қазақтың Абай атындағы пединститутының художественно-графический факультетінде түстім. 82 жылы, сөйтіп 89 жылы бітірдік. Онда мен основной несі дипломный жұмысым ағаштан болды. Ол ағаштан қымыз құятын набор болды. Үлкен сондағы қымыздың тегенесінде арқардың мүйізін қосып отырып жасадым. Ондағы арқардың кеудесінен бастап екі шетінде ұстайтын арқардың басы болды. Және қақпағында арқардың басынан жасалған, ағаштан жасалған. Сонымен керемет жоғарғы баға алдым. Енді қазір сол бітіріп келгенден бері осы Әбдіғапар ауылында қызмет жасап жүрміз. Шәкірт тәрбиелеу барысында осы ең басты қасиеттерді қалай насихаттайсыз? Шәкірт тәрбиелеуде ең бірінші балаларға айтатынымыз негізінде шыдамдылық керек, төзімділік, одан кейін істеген нәрселерін, жасаған, салған суреттерін аяқтауға тырыстыру керек. Ең бірінші. Өйткені ол жұмыс бітпей қалғасын, олардың ары қарай ойындағысы ертеңге қалса жоғалып кетеді өйткені ойлары. Бұлайша ол шәкірттердің көбісі қазір әр жан-жақта бітіріп кеткендердің кейбіреулері сондай өнер жағындағы жолда жүр. Кейбіреулері жеке кәсіпкерлікпен айналысып жатыр сондай. Өздері түрлі қазіргі шығып жатқан жаңа технологиядағы аппараттармен жұмыс істеп жатыр. Осы шеберлік жолындасыз, ал осы еңбек жолында қандай үлкен жетістіктеріңіз болды? Бұл еңбек жолында шеберлігінен де басқа жағынан да мен ең алғаш үлкен жұмысым экспоға проекті болды. Экспоға проекті болғанда ғарыш кемесінің 155 метрлік биіктіктегі үлкен ғимарат жасаттым. Міне сыздым осыны. Енді олардың қолмен сызып бірінші бастаған кездерім мынау болды. Бұндағы бұл 6 дөңгелекті осының барлығы асты бизнес-центрі мен оның ішінде бүкіл ғарышкерлердің тренажерлары, оның үстіндегі мына обзорный не дейді ғой, соң бар. Одан кейінгі үсті обсерватория болды. Мына солнечный батарея күн сәулесімен қуат алатын үлкен өзін-өзі қамтамасыз ететін болды. Ең болмағанда осылардың арасына мынандай вентиляторлар, желдеткіштер қою арқылы желмен тоқ шығару. Олардың барлығының жобаларын барлығын сызып, бірақ экспоға жетпей қалды. Уақыттың облыс әкімінің қабылдауында болдым. Бұл жерде жақсы деп қабыл алды. Енді макетін жасадық ол кезде мынандай қылып. Мына осы макеттермен арқылы осы облыс әкімінің алдына кіріп, сол жерде осы жұмысымды қорғап шықтым. Жалпы өнерге шабытты қайдан аласыз? Сондай-ақ қазіргі таңда қолөнерді дамытуға қандай идеяларыңыз бар? Бұл өнер өзі жүрек ұрып тұрады ғой, тартады.
осындай нәрсе жасасақ қалай болады дегендей әртүрлі ойда жүремін кез келген уақытта. Осы өнердің жолы маған өте жақсы шабыт береді. Қазіргі енді жаңа идеяларым бар. Қазір енді мынаны әр еш жерге жарияламаған едім енді. Мына жақында қайтыс болған Бердібек Сапарбаев дейтін ағамыз бар. Сол кісінің 5 облыста әкім болғанын білеміз барлығымыз, бүкіл Қазақстан біледі. Енді сонда 5 облысты мына 5 жұлдызға 5 жағына сол кісінің сол жақтағы атқарған жұмыстарын көрсетуге мен өз ойымды түйіндедім. Енді оның мына астыңғы 2 этажы, 2 қабатының орны түгел 5 жағында 5 музей болады. 5 облыстың музейі деп өзім сызбаларын дайындап жатырмын қазір. Құдай қаласа макетімен барлығы бітеді деп ойлаймын. Содан кейін барып көрсететін жерге көрсетуге дайынмын мен. Осы облыстағы көптеген жұмыстар атқарды. Қай жерде қиын жер, сол жаққа жіберіп отырды ол кісіні. Сол кісінің атқарған жұмыстары да өте көп деп ойлаймын. Сол үшін осындай өзімнің бір үлкен ойымды жинақтап, осыған кеп тоқталдым мен қазір. Осының жақсы іспен аяқтасақ, бүкіл проектісін менің ең үлкен жетістігім осы болады деп ойлаймын. Сізге шығармашылық табыс пен осы еңбек жолының жемісін көруге тілектеспіз. Осы шеберлік жолындағы шәкірттеріңіз әлі де талай өнерді үйрететініңізге сенімдіміз. Ал құрметті көрермендер, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.